Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 62-ші бөлім борсық майы. Борсықтың майын күйікке, жазылмайтын сыртқы жарақатқа, әртүрлі өкпе ауруларына істетеді. Жағып істеткенде 10 сағатта бір рет жағып тұрады, ал жатарда бір жолда 2-3 рет ішкенде әрқандай жөтелге көрнекті ем болады. Борсық майы өкпе туберкулезі, өкпенің қабынуы мен созылмалы бронхит, асқазанның ойық жарасы, 12 қарыс ішек аурулары секілді көптеген қауіпті ауруларды емдеуге жақсы нәтижелер береді. Борсық аю майларының пайдалы болуы олардың қыс бойындағы ұйқы кезінде бойларына көптеген пайдалы заттарды май түрінде жинауы екен. Ол майдың құрамында жартылай құнарланған май қышқылдары, қатерлі ісікті болдырмайтын олеин қышқылдары, түрлі минералды заттар, А дәрумені, В дәрумені, ағза үшін ең қажетті өмірлік қуат көзі, туберкулез, өкпенің қабынуы, іріңді бронхит кезінде қолданылады. Борсық майының қолдану ережесі. Ересектер үшін 1-3 ас қасық борсық майын тамақтануға дейін 1 сағат алдында ішке қабылдау керек. Емдеуді 1 ай бойы жалғастырған жөн. Содан кейін 2-4 апта үзіліс жасап, дерттің ауырлығына байланысты емдеуді тағы да жалғастыру қажет. Туберкулезді емдеу үшін борсық майы ұзақ қабылданады. Борсық майы күйгенге, терең жарақат алғанда, буын ауруларында теріге жағу арқылы қолданылады. Борсықтың майын негізінен бел, тізе, иық қатарлы буындарға тартса, қан айналысын жақсартып, сары суын тартып, буын сұйықтығын толықтайды. Борсық майын қолданар алдында бір ескере кететін жайт бауыр, өт жолдары, ұйқы безі ауыратын және жасы 6-ға толмаған балалар үшін қолдануға мүлде болмайды. Жанама әсері ретінде бөртпелер пайда болып, жүрек айнып, іш өтуі мүмкін. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.